Сонау кеңестік жылдары жарасқан елден бұрын «Жигули» көлігін сатып алды. Ары-бері жүйткіп тоқтамай жүрді. Бірде жүргізушілік куәлігінен айырылып қалып, қайтарып ала алмай, қанша күн зыр жүгіргені бар. «Праваңнан қалай айырылып қалып жүрсің?» деп сұрадым реті келгенде. «Сен одан да қалай қайтарып алдың деп сұрамайсың ба?» деді ол. Бір отырыста рөлде жүрсемде жігіттердің көңілін қимай аздап жүздетіп қойып едім. Содан келе жатып бір кішілеу көлденең көшемен орталық даңғылға шыға келіп едім, қайдағы бір мотоциклистердің ортасына түсіп қалдым. Олар мені қақпайлап апарып, бір тұйыққа тоқтатып, кабинадан суырып алды. Сөйтсем мен байқамай Қонаевтың заулап келе жатқан эскортының ішіне кіріп кетіппін. Қалай киліккенімді өзімде білмей қалдым. Құдай қаңғыртайын десе қиын емес қой. Олардың күзет қызметі менің правамды сыпырып алып үсті басымды, көлігімді түгел тінтіп, әбден тергеді. Содан түтік үрлетіп ішкенімді анықтап машинамды айып тұрағына қойғызды да өзімді әрең босатты. Егер мен эскортқа байқамай қызулықпен кіріп кеткеніме көздері жетпесе, қамап тастар ма еді. Содан правамды қайтарып алудың әрекетіне кірістім. Бұл әрекет емес, қып-қызыл машақатқа айналды. Қай жерде де менің қызылордалық ағаларым отырған жоқ па? Жылап еңіреп бір ағама бардым. Ол майыға телефон соқса, олар менің правамды қайтарып беруден қорқып, одан жоғары инстанцияға жібере салды. Оған барсам, одан ары жіберді. Егер жай ғана көше ережесін бұзған болса бір сәрі, куәлігін бірден қайтарып бере салар едім. Мына шатақ мәселе жоғары жақтың бақылауында тұрғандықтан қолдан келмейді. Басым екеу емес деген сөз әр кеңсеге барған сайын алдымнан шыға берді. Мен де әртүрлі ағаларымды салып куәлігімді қуалай індетіп, жоғары кабинеттерге өрлей бердім. Ақыр соңында менің аты шулы правам Жиенбаев деген министрдің алдынан бір-ақ шықты. Ол кісіге де бір дөкей ағам арқылы жол таптым. Аса дарынды ақын, ұлы тұлға деп ішіңді кептіріп, әбден мақтауыңды асырдым. Өзі келіп жолықсын деді. Куәлігіңді сол кісінің қолынан өзің барып алатын болдың. Қабылдауына жазылып алдына кір, деді әлгі дөкей ағам. Жазылып кезекке тұрып әрең деп кірдім. Министрге кірудің өзі мұң екен. Кірсем, ат шаптырымдай кабинеттің ең төрінде қаздиып, жалғыз өзі отыр. Адымдап барып амандасып, не мәселемен, кімнен келгенімді баяндап едім, ол маған орысшалап: «Эй, артист, почему пьешь за рулем?» деп сұрады. Мен: «Вы ошибаетесь, я не артист, я поэт» деп едім. Ол: «Артист, поэт для меня один черт. Вот, получи свое право и больше не пей за рулем. До свидания» деп куәлігімді қолыма ұстата берді, деді Жәкең. «Кейінгі кезде Жигулиіңді жүргізбей жүрсің ғой?» Жақында сатып жібердім. «Жап-жаңа машинаны несіне саттың? Жұрттың қолы сондай көлікке жетпей жүргенде?» деп сұрадым. Мен содан бері ішсем, рульге отырмайтын болдым. Кейде 2 күннің бірінде аузымыз босамай қалады. Сондай кезде машинама нәзік жеңгең мініп алатын болды. Сосын оған да, маған да жоқ болсын деп саттым да жібердім. Енді рақат болды. 5 жұмыс күні алаңсыз арақ ішемін, ал сенбі мен жексенбі мен үшін қасиетті күндер. Осы 2 демалыс күндері кабинетімнің есігін ішінен бекітіп алып, жазу жазамын. Телефонға шақырттырмаймын, ешкімді кіргізбеймін, ешкімді қабылдамаймын. Сол күндері марқұм әкем тіріліп келсе де үйге кіргізбес едім», деді жарасқан ағам. Әңгімені жазған ақын Ұлықбек Есдәулет.